Математика пәні тақырыбы шамалар. 51-ші сабақ. Бейне жазбаны қара. Уақыт өлшем бірліктері. Уақыт өлшем бірліктері секунд, минут, сағат, тәулік, апта, ай, жыл, мүшел, ғасыр. Секунд ең қысқа уақытты өлшейтін бірлік. Секундтан үлкен өлшем бірлігі минут. 60 секунд 1 минутты құрайды. 1 сағат дегеніміз 60 минут. Bir тәулікте 24 сағат бар. Тәуліктен үлкен уақыт өлшемі апта. Bir аптада 7 тәулік бар. Аптадан үлкен өлшем ай. Bir айда 30-31 күннен болады. Тек қана ақпан айында әдетте 28 күн болады да, 4 жылда бір рет 29 күн болады. Айдан үлкен уақыт өлшемі жыл. 1 жылда 12 ай. 365 немесе 366 тәулік бар. Ақпан айы 29 күннен аяқталатын 366 күндік жыл кібісе деп аталады. Әрбір 12 жыл бір мүшел деп аталады. 12 жылдан кейін жылдардың айналымы қайта басталады. Уақыт өлшем бірлігінің ең үлкені ғасыр. Bir ғасырда 100 жыл бар. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Желтоқсанның 7-сі. 3-ші есеп 45-ші бет. Көрсетілген өлшем бірліктерді өрнектеп жаз. Номер 3-тің әсі. Уақытты анықтап жаз. Номер 4 45-ші бет. Есепті шығар. Болды 25 көгершін және 32 торғай. Ұшып кетті 15 құс. Қалды белгісіз құс. Есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын жаз.